Адам сізді пайдаланып жүргенінің бес белгісі. Ол тек өзіне бір нәрсе керек кезде ғана хабарласады. Ол жай сіздің халіңізді білу үшін ешқашан іздемейді. Ештеңе керек болмаса, сіз оған қажет емессіз. Сіздің өміріңізге еш қызығушылық танытпайды. Сөздеріңізді үнемі бөліп, тек өз өмірі мен проблемалары туралы айтады. Әңгімелеріңіздің бәрі сол адамның сөйлеуімен өтеді. Сіздің сезімдеріңіз бен қалауларыңызды елемейді. Сіз қаламасаңыз да, бос болмасаңыз да сізге қысым көрсетіп өз дегенін жасатады. Ол адамдармен сөйлескеннен кейін өзіңізді шаршаған, көңілсіз болып сезінесіз. Сіздің энергияңызды сорып лақтырып тастағандай сезімде боласыз. Сізге айтқан уәделерін тез ұмытады, сөздерінде тұрмайды. Бірақ өзіне керек кезде сізден керегін алмайынша есіңізді тандырады. Бұл адамдармен не істеу керек? Ол адамға әрдайым қол жетімді, ыңғайлы болуды тоқтатыңыз. Ол адамның реакциясын бақылаңыз. Егер сізді кінәлау басталса, демек бұл адам сіздің ыңғайлы нұсқаңызды ғана құрметтейді деген сигнал. Өзіңізді кінәлі сезінбей жоқ деп айтуды үйреніңіз. Сізді шынымен де құрметтейтін адам сізден тек ала бермей, өзі де сізге береді. Құрметті қарым-қатынас екі жақты болуы керек. Одан азына келіспеңіз. Әрдайым сізден алғысы келетін адам дос емес, тұтынушы ғана. Бергеніңді бағаламай, тек тағы да сұрайтын жан пайдаланушы. Достық өзара алмасу, ал тек сенің еңбегіңді тұтыну әділетсіздік. Сені тек қажет кезде іздейтін адам сенің жақының емес, өз мүддесінің құлы. Қолыңды ғана көріп жүрегіңді байқамаған адам сені пайдаланғаны. Сыйластық бөлісуден туады, ал тек алуды әдетке айналдырған адам сыйламайды. Шынайы жан қиындықта қасыңнан табылар, ал пайдасы үшін жүрген жан жолыңнан табылар. Сені тұтынатындар көп, бағалайтындар аз. Жақсылықты қадірлемеген жаннан бір күні жамандық күтесің. Кімге үнемі берсең, ол сені ешқашан толық бағаламайды. Егер бір адам сенің жаныңда тек пайдасы үшін жүрсе, ол сені тұлға ретінде емес, құрал ретінде көреді. Шынайы қарым-қатынас өзара сыйластық пен алмасуға құрылады. Ал тек сенен алып өзінен ештеңе қоспаған жан шын дос емес. Кейбір адамдардың сенің жан дүниеңді емес, қолыңды ғана көруі олардың сені пайдаланатынының белгісі. Олар саған мұқтаж кезде ғана іздейді. Бірақ сен қиналғанда қасыңнан табылмайды. Мұндай жанды дер кезінде танып, жүрегіңді қорғай біл. Жақсылықты үнемі бағаламай, тағы да талап ететін адам сенің мейіріміңді пайдаланушы. Ал шынайы бағалай білетін жан аз нәрсе алса да соған риза болып алғысын білдіреді. Адамды пайдалану оны құрметтемеудің ең үлкен белгісі. Ал пайдаланушылық бар жерде қанағатсыздық қана қалады. Өз пайдасы үшін ғана араласқан адамнан шынайылық күтпе, өйткені ол сенің жаныңды емес, өз мүддесін ғана ойлайды. Шын достықта сен үшін емес, сенің бар болғаның үшін қадір бар.